Қалайсыздар? Исаевтамын. Үйге келдім бүгін, міне мынандай өзгеріс болып жатыр. Уже біз террасаның төбесін жауып жатырмыз. Алла қаласа, картасын құрып жатыр жігіттер, қазір балқаштар міне төбеде жүр. Бүгін жерге келіп, үйге келіп, бір көңіл күйіміз түсті. Неге десеңіздер, үйдің крышасы дұрыс жабылмаған екен. Үйдің крышасында косяк көп. Балқаш енді кішкене жаңағы ары бері түзейтін жерлерін түзеп реттеп беретін шығар деп ойлап едім. Балқаш төбесінен шығып қарап еді, оказывается, крышаны дұрыс жаппаған. Одан бөлек шуруптары дұрыс қағылмаған. Ертең одан су өтеді деп жатыр. Енді жалпы үйдің негізгі ең маңызды жер бұл крыша ғой. Ертең үйдің төбесінен су өтіп, быт-шыт болып жатса, ол кімге керек? Сол себепті біздің қазір жасап жатқан теплый полдан да, стяжкадан да пайда жоқ. Үйдің төбесі дұрыс болмаса, дұрыс жылымаса, ертең су өтіп ішінен су ағып жатса, жасаған дүниенің бәрі бекер болады. Сол үшін біз үйдің крышасын полный шешіп, қайтадан басқа крыша ауыстырамыз деп шешім қабылдадық. Яғни ма төбедегі полностью черепицаның бәрін шешеміз, алып тастаймыз да, орнына дәл мына көршіндікі сияқты профлист қоятын болдық. Сондай шешімге келдік, өйткені бұл ойнайтын нәрсе емес крыша деген. Сол үшін жақсылап бұл крышаны реттеп қайттан жабу керекпіз. Енді мына полный черепицаның бәрін жігіттер шешеді, алып тастайды, сөйтеді де орнына профлист қайттан қағып шығады. И мына жақта бұрыштарда қисық кеткен жерлер бар екен, Балқаш соның бәрін өзі түзеп, тартып, реттеп, әдемілеп беремін деп, соның бәрін дұрыстап реттеп, төбесін қайттан жабамыз. Мен сіздерге үйдің до версиясын түсіріп қоямын, осылай жабылып тұрған күйі. Одан кейін сіздер Балқаштың крышаны қалай жапқанын көресіздер бұйыртса. Енді мына төбеден шыққан шипырлар шығын болмасын дедік. Барлығын аккуратно шешіп аламыз да, мынаның төбесіне жабамыз, Алла қаласа. Навес бар. Мына біздегі мына ұзын тұр ғой, міне мынаның бәрін ертең мына склад болады, мына жерде тағы да заттар болады. Соның барлығын төбесін осымен жабамыз. Сосын мына жерде бізде тағы да көмірхана болады, баня болады. Солардың барлығын төбесін осы черепицамен жабамыз. Бұл сол бір нәрсеге жарайды енді. Өйткені бәрібір де ертең мына жаққа біз по-любому профиль салатын едік негізі. Сосын мына жаққа да профиль салатын едік. Енді әйтеуір бұл шипырда бір керекке жарайтын болды. Сол үшін осы черепицаның барлығын шешеміз. Өйткені алдындары біз басында негізі үйдің каркасын біз профлиске қойған болатынбыз. Одан кейін бір жағдайлармен профлис арзан шығып қалып, профлис ала салған едім. Профлис деп ғой, черепица ала салған едім. Сонымен черепицаның кезде дұрыс қақпаған, орындарына қақпаған. Сосын мына резиналардың бәрі ертең шірейді, астынан су кіреді, үйдің ішінің бәрі су болады деп жатыр Балқаш. Сол үшін сондай ситуация орын алмас үшін қайттан полный шипырдың бәрін аламыз, черепицаны орнына профлис қағамыз. Түзейтін жерлерін түзейміз, реттейміз. Сондай өзгерістер болып жатыр бізде. Кеше мен сіздерге айттым ғой, біз өзіміз қолмен жасағаннан кейін көп нәрсе дұрыс емес жасалған. Мал сойса да қасапшы сойсын деген сөз сол бекер айтылмаған негізі ағайын. Сол үшін үйдің осындай косяктардың барлығын қайттан түзейміз. Балқаш негізі крышамен айналысып жүргенде бірнеше жыл болған. Осы крышадан опыты өте жоғары жігіттердің бірі. Сондықтан да Балқаш айтқан нәрселердің барлығын дұрысынан қабылдап, мен айттым, крышаның бәрін алып тастаймыз, орнына қайттан басқасын қағамыз дедім. Сол ағайын. Лучше ертең жасаған дүниенің барлығы быт-шыт болып үлкен шығынға түскенше, қазір лучше осы шипырды шешіп тастап, басқасын ауыстырған бізге жеңілірек болып тұр. Бүгінгі ғана ойламау керек, ертеңді де, болашақта да ойлау керек біз ағайын. Сол үшін қарадым, выходной группа кіребез. Енді мынау енді алдындағы шестигранник қой, алдыңғы жағындағы. Оның конегі міне мынандай. Изначально каркас дұрыс құрылмаған. Содан кейін мына конектор дұрыс жатпайды. Одан кейін мына білмеймін басында қалай істеген, мына алдын қысқа қойып, одан кейін жалғаған ғой міне. Жалғағанның кейін де ол дұрыс болып тұрған жоқ, мынаны астына салу керек еді. Осындай болып тұр. Мына жағы да сондай міне. Одан кейін мына внутренний ендовы деген бар. Мына ендовы салу керек қой мына астына. Ол жеткізбеген аяғына дейін. Мына жерден бітіп қалған ғой. Бәрі майысып жатыр. Шуруптың бәрі енді тура құмырсқа сияқты. Одан кейін бәрі сайынан ұрылған, сайынан бұрап тастаған міне. Жанынан бұраған, сайынан бұраған. Кейбіреулер до конца тартылмаған.
сондай жерлерден су кетеді, қатты жауын жауғанда, болмасам қар еріген кезде, мұз еріген кезде. Міне мынандай болды. Резина шіріп кетеді ғой, бірақ сезон тұрады ары кетпей. Сол үшін мынандай жанынан жоғары таман ұрылады, мынандай сайдан емес, черепица осындай жерден, болмаса мынандай үстінен ұрылады. Сол шешіп қайтадан одан да ауыстыра салған дұрыс мынаны. Одан кейін мына обрешеткалар, обрешетка мынандай замоктың үстіне түсу керек қой, замоктың астынан түсу керек. Каждый 35 сантиметр сайын. Біреу ортада, біреу мынандай замокта әртүрлі болып тұр. Содан кейін мынау жерден түзу көрінгенмен